Құрметті қазақ елі, бүгін міне 29 мамыр біз тағы да Астана белсенділері келдік. Астана, Шымкент, Көкшетау белсенділері жиналып, Маратты бір хабарын естиміз деп келдік. Адвокат Досқараевты тағы да жібермей, бізді тағы да алдап, масочный режим деп маскамызды алып келдік, міне жібермей тұр. Марат Жыланбаевты білмейміз, не болып жатқан, карантин деп жазып қойған. Кеше карантинде жоқ, түкте жоқ, бүгіннен бастап карантин болып қапты. Қашанға дейін бізді алдайды қазақ елі? Қашанға дейін біз шыдаймыз? Марат Жыланбаевтың жағдайы қандай екенін бізге айтпайды. Не туған туысқанын айтпайды. 4 январьдан бастап міне біз жүрміз осы жерге сандалып. Қыста да келдік, көктемде де келдік, міне жаз болды, жазда келдік. Бізге ешқандай хабар жоқ. Ең болмаса қандай жағдайда жатыр, не жағдайда жатыр екен, не қандай дәрі керек, дәрмек керек па, көмек керек па, бізге айтпайды. Біз белсенділер әбден соны жүрегімізге батып уайымдап отырмыз. Біздің Жыланбаев деген Марат, ол деген бүкіл әлем біледі оны. Біз соны құрметтеп, соның қадірін білмей, міне келіп жүрген адамдарды да жібермей отыр. Ешкім соның қадіріне жетпей жатыр. Қазақ елі, ояныңдар, алға Қазақстан.